Орал қаласында қазір роботик жарысының облыстық іріктеу кезеңі өтті. Ауқымды сынға өңірдің төкпір-төкпірінен 150-ге жуық балғын қатысты. Олар RoboProject байқауында құлтемірді құрастыру бағдарламалау бойынша жобаларын таныстырса, RoboSport чемпионатында спорттық сындардан өтті. Батыр мен Әділжан өздері құраған құлтемірді сын алдында тағы бір мәрте тексеруде. Бүгін олар кегел ринг сайысында бақ сынайды. Бұл сынның ерекшелігі робот аз уақыт ішінде шеңбер ішіндегі кегелдерді сыртқа шығарып тастауы тиіс. Өткен ол жерде құрастырасың, кішкене уақыт өткізесің, компьютермен жұмыс істейсің. Сол үшін айтмаған. Средний мотор, большой мотор деп бөлінеді. Мына инфракрасный датчик, ультразвуковой деп бөлінеді. Ультразвуковой дейтін дауыстарды естиді, а инфракрасный ол цветтерді айырады. Осы неше түрлі леголарды шығады, детальдары. Осылай роботтар құралады. Байқау 3 саттан тұрады. Әр сәт сайын сайыстың шарттары күрделене түседі. Мәселен, биыл А лигасы, яғни ең жеңіл кезеңде сынға түсушілер қарасы қалың. Соның ішінде балғындар мини сумо және сызық бойынша жарысты жиі таңдайды. Бұған қоса жаңа кезеңде еңсеріп, кәсіби деңгейін арттыруды мақсат еткендер де бар. Өткен жыл қатысын, осы бірінші орын алдым. Ол кезде мен траектория гонка по линии деген категорияда қатысын. То есть робот бір определенный линия отырады, сол линиямен өтіп шығу керек қысқа уақыттың ішінде. Сол линиядан біздер ең үздік уақытпен өтіп шыққандықтан бірінші орын алдым осы. Биылда тоже осы қатысып жатырмын осы лабиринт деген категорияда. Ол уже лига С-ға жатады, ең старший категория болғасын. Биылғы жарысқа Орал қаласымен қатар 6 ауданның жастары жиналды. Осы ретте жыл санап мектеп оқушылар арасында робот техникасына қызығушылық артып келеді. Десек те қаржы және кадр тапшылығы саланың кең өріс алуына тұсау болып отыр дейді мамандар. Мысалы осындай конструктор, лего конструктор, ол 160-150 мыңдай жалғыз конструктор. Оған қоса тағы ноутбук керек, программалар керек, және ең күрделі мәселе ол мұғалімдердің дайындығы. Өткені конструктор болса да, бірақ мұғалімдердің өздері осындай құрастыру және программдау жағынан өздері білмесе, балаларға бере алмайды. Қазір RoboProject байқауының жеңімпаздары Астана, ал қазір RoboSport чемпионатының үздіктері Шымкент қаласында өтетін республикалық бәсекеде бақ сынайтын болады. Рауан Дели, Нұрлан Недиров, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.